Сәлем достар, бүгін біз саламыз қарбыз. Сендер қарбыз жақсы көресіңдер ма? Қағаздың ортасынан сызыңдар. Қарбызымыз бізде домалақ, сол дөңгелек шеңберімізді сызып аламыз. Шеңберіміздің ішіндегі, домалақтың ішіндегі сызықтарды өшіргішпен өшіріп тастаңдар. Осы шеңберіміздің ортасынан сызып екіге бөлеміз. Артық сызылғандарымызды өшіріп дайындап аламыз. Енді ол қарбызымыз ортасынан тілінген болып салыну керек. Қарбызымыздың төбесінен бөлінген жерден нүктемізді қойып, соны біріктіреміз. Доғал сызығымызды сызамыз. Қарбызымыздың сабағын саламыз. Төбесіне үшбұрышты салып аламыз және осындай ирек сызығымызды сызамыз. Қарбыздың шетінен түзу сызық сызамыз, себебі қарбызымыз тілінген, оның бір долькасын салу керекпіз. Яғни бір тілімін саламыз. Осы түзу сызықты екі нүктемен қосып, доға сызықпен қостық. Ішінен тағы да бір жіңішке дәл солай қайталаймыз, себебі ол қарбыздың қабығы. Артық сызықтарымызды өшіргішпен өшіріп дайындап қоямыз, тазалап. Егер доға сызық сыза алмасаңдар, аналарының, әкелерінің, ағаларының көмегінен жүгінсеңдер болады. Табиғатта, шынайы өмірде қарбыздың формалары, пішіндері әртүрлі. Егер сендерде сопақша немесе қисықтау шығып жатса, ода тұрған ештеңе де жоқ. Себебі табиғатта да сондай формалар кездеседі. Бәрімізге бір-бірімізге ұқсамау керек. Қарбыздың суретінің шетінде орын болса, сол жерге сіздер алма, алмұрт салып қойсаңыздар болады. Және біз қазір қарбыздың көлеңкесін саламыз. Себебі жарық төбесінен түсіп тұр. Арттағы фонын бояуға кірісеміз. Бізде сары түс көп, сондықтан біз сарымен боядық. Көгілдір болса, көгілдірмен боясаңыздар болады. Ақ пен көкті қоссаңыз, ақшыл көк шығады. Біз басында қағазды екі бөлікке бөлдік. Астыңғы жағы ол үстелдің үсті болады, ал үстіңгі жағы артқы фон. Негізі аспан болса болады. Видеодағыдай сары түсіңіз шеңбердің ішіне кіріп кетсе, оны біз кейін жасыл түспен бояған кезде қарбызымызды ол түсіміз өзгереді. Үстелдің үстін қою қара көкпен боядық. Егер сіздерде гуашь болса, суды көп қоспаймыз. Аралары ақ түс болып қалмас үшін толық бояймыз, қою қып. Егер жұқаланып тұрса, үстіне тағы да бояп жіберіңіз. Қарбыздың көлеңкесі бар, сондықтан соған орын қалдырып кетеміз. Егер ол аздап боялып кеткен болса, оған да уайымдамаңыздар, себебі көлеңке бізде қара сұр түсті болады. Оны біз көкті қара түспен жеңе аламыз. Қарбызымыз бізде ақшыл, жасыл. Жақсылап бояп алыңыздар. Қарбызымыз әдемі қызыл түсті. Екінші жартысы қоңыр мен қызылды араластырасыздар. Себебі оған көлеңке түсіп тұр. 3D эффект болу үшін көлеңке, жарық түскен ескеріп саламыз.
Енді бізге жоғары жақтан жарық түскендіктен сары гуашь пен жасылдың үстінен бояп шығамыз және кисточкамызбен екеуінің қосындысын жасаймыз. Себебі сары бөлек, жасыл бөлек болып қалмау үшін ол бір-бірімен қосылған шетін саламыз. Және төменгі жағын қою жасыл қылып бояп жіберіңдер. Егер ақшыл жасыл болып бара жатса қарбыздарыңыз. Көлеңкесіне көк пен қараны қосып бояймыз. Қарбыздағы полоскаларды бояймыз. Қара мен жасылды араластырамыз. Зигзаг сияқты бояймыз. Ақ түсті гуашь егер сіздерде болмаса, ақ түсті акварельді алып, линиялар жүргізіп қоямыз.